90% адам жасып ремонт қате басады. Бахадыр ID21 дизайн бойынша басқа дизайн студиялардан қандай айырмашылығы бар? Жасу ең көп берілетін сұрау біздердің студияда мебельный цех өзімізде болғаннан кейін, яғни өзіміз сол барыста ремонт барысында қарап барғанымыз үшін ең күшті жері сол біздердің студияның. И қапы өзіміз салып барамыз, сол істеп барыстарын бәріміз контроллай аламыз. 3D визуализация не үшін зарur? 3D визуализация біздерге қазір ең көп клиенттерден келетін қателерден обойларын басып, тягілерін басып, мебелировкаға шақырады клиенттер. Ең қолайсыз моменттер сол жерде болады. Ешқандай до потолка мебельдерді қалап тұрады клиент, бірақ оның ілажы болмайды. Себебі ремонт әлдеқашан тамамланған халда болады. Сол кезде біздер кеш барған болып есептесеміз. Қазір 3D визуализация бірінші анықталып болғанында өзінің орнында мебельдер пішілген болады. Һәм біздегі керек жерде розетка тұрған болады. Ең қолайлы жерлерін визуализацияда көрсетіп береміз. Жақсы жері қандай реңде, қандай формада шығатынын алдынан клиент көре алады. Бахадыр қазірде көп сұралатын стильдер қайсылар? Бізде ең көп сұралатын стильдерден қазір неоклассиканы минимализмге екеуін тең-бетең алып барып жатырмыз. Һәм де бір формаларда екі стильді араластырып жіберіп жатырмыз. Себебі бір стильде полный бір адам ұнауы, келіншегі мен күйеуінің арасында келіспеушіліктер көп шығып жатыр біздерде. Сол үшін стильдерді араластыруға да мәжбүрміз. Бахадыр ID21 ремонт жұмыстарына толық под ключ атқара ма? Толық под ключ атқарып береміз. Біздерде қазір бірінші клиент келген кезде өзінің үйінің мағлұматларын көбінесе айтады. Ресторан болсын, или үй, или тойхана болсын. Соларды размерлерін алғаннан кейін келісіп, сол дизайн бойынша полный жұмақлап бере аламыз. Мысалы біздерде мебельный цех ең өзімізде болған үшін үйдің ең ключевой жерлерінде мебель қолайлылығы, өзінің реңлері һәм формасымен үйдің дизайнын шығарып беретін ең основной жерлерінің бірі. Полный под ключ атқарып бере аламыз. Ремонтта өзіміздің бригадалар бар. Мебель цехымызда да мебельдер бар, балаларымыз бар, қапы цехымызда қапыларымыз бар. Полный атқарып бере аламыз. Hamde topқа шығып отқан сұраулардың бірі. Ремонт бастауда клиенттер ең көп қандай қателік істейді? Без дизайн істеп қателік істейді. Без дизайн істеп ең көп қателеседі. Ремонтты сілерден алдын сол дизайн проектлерін істеуді мәслихат етемін. Олар тек дизайнда визуализация көріп қалмай, рабочий проектінде әрбір свет реңлердің несі каталогы берілген болады. Тоқ монтажларының орындары анық болады. Канализация, су келіп тұрған жерлердің орындары анық көрсетілген болады. Сол үшін визуализация істелінуді мәслихат етемін. Нұрсұлтан Ажа, заказ мебель мен таяр мебельдің айырмашылығы қандай? Заказ мебель менен таяр мебельдің айырмашылығы. Таяр мебельде магазиндерде конвейер көрінісінде шығарылады. Пәммесі, размерлері анық, стандартный болады. Бұл сіздің үйге апарып қойғанда туыр келмеуі мүмкін. Основной кухонный мебельдер, прихожкалар, қазіргі күнде дизайнмен істеніп жатқан көп мебельдер заказ мебельменен істенетін болып кетті. Себебі дизайн проекттер қандай болса, сондай қылып мебельдерін шығарып жатырмыз. MDF hamde LDSP арасында қайсысы жақсы? MDF һәм LDSP арасында MDF жақсы, бірақ һәммесіне пайдаланатын орынлары бар да. Себебі MDF-ті бұл суға шыдамлы материал болғаннан кейін көбінесе кухонный мебельдерде, су бар жерлерде көбінше пайдаланады. Санузелдерде, кухонный мебельдерде. Ал LDSP-ны мұндай су көп пайдаланылмайтын жерлерде, гардероб, спальня, шкафларында бәрінде пайдалана берсе болады LDSP-ны. Нұрсұлтан Ажа, кухня дизайнында ең көп қайсы стильдер сұралды? Кухня дизайнында көбінесе әзір бірінші дизайн проект істелінетін болғаннан кейін сол общий үйдің дизайнына қарап шығарылып жатыр да. Үй мысалы үшін неоклассика стилінде болса, кухонный мебельдер неоклассика, минимализм болса, минимализм стильдерден пайдаланып клиенттің ұнатқанына қарап шығарылып жатыр. Бахадыр, клиенттердің ең көп беріліп отырған сұрауы ремонтты дизайнсыз істеуге болмай ма? Көп беріледі біздерге. Ремонтты
еш уақытта да дизайн істеуге маслихат бермеймін. Себебі оның ішінде визуализация біріншіден көрілмеген болады оларда. Визуализациядан кейінгі рабочий проектте ешқандай мағлұмат болмайды ұстаның қолында. Оларда көбінесе бізге айтып келетіндерден обой басып жібереміз, болмаса рең бояп жібереміз деп келеді. Һәм де тяглері басылып болғаннан кейін мебель қою, до потолка деген затлар никак невозможно. Соның үшін тек қана проектпенен дизайнмен істеген мақұл болады. Кухонный мебельдің метріне 3 сом деген сұрау көп беріледі да. Кухонный мебельдің метрін алдылар шығаратын едік, стандартный размерлерде болатын еді. Астыңғының бойы 85, үсті 80 болған уақытларында бір сумма қойып қойылатын еді. Қазіргі күнде бірақ көп мебельдерімізде до потолка болып кетті да. До потолка вариантта әркімнің үйі әртүрлі размерде болғаннан кейін дизайн проектке қарап, көріп, үйді өлшеп болғаннан кейін суммалар шығып кетті. Екінші мәселе әзір біздер біреулерге бытовойларын қосып салып беріп жатырмыз, біреулерге фурнитуралардың түрлері көп. Мысалы үшін блумнан есеплаймыз, простойдан есепланады. Соған қарап суммалар өзгеріп кетеді. Соның үшін үйді барып өлшеп, индивидуальный дизайн істеп тұрып суммаларын айтқан мақұл болады. Нұрсұлтан аға, көп клиенттеріміздің сұрауы бойынша сіздерде мебель неге қымбат? Көп адам сол біздерде мебеліңіз қымбат дейді. Бұның себеплері мебельге пайдаланатын фурнитуралардың, мебельді істейтін материалдардың түрлеріне қарап суммалар өсіп кетеді. Қазір арзан материалдардан пайдаланып тұрып сумманы арзан қылуға болады, бірақ бұл мебельдің качествосын түсіре береді. Біздер әзір біріншіден пайдаланып тұрғанымыз механизмдеріміз, бөлімнің механизмдері. Бұлардың суммаларының өзі қымбат, бірақ качество жағынан 10 есе алдыңғы пайдаланып жүрген фурнитуралардан бір 10 есе жақсылау болады. Соның үшін ол мебельдің өмірін ұзайтып тұрады. Екіншісі, кухонный мебельдерде көбінше пайдаланатын рабочий зона. Рабочий зона текстолитуйдің орнына заменяющий каменныйлар бар. Каменныйлар су бар жерде болмас судан қорықпайды. Соның үшін суммалар қымбатлау, соның үшін мебельдердің суммасы қымбат шығар. Жауап үшін рахмет. ID21 мен істеудің ең басты қолайлығы. Біз идеяларымызды тәжірибелі командамен реализация қыламыз.